Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен муравейниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін алдымен ұнымызға қосқышымызды салып, араластырып, үстінен сары майымызды салып, қолымызбен үгітетін боламыз. Бөлек ыдысқа құмшекерімізді, жұмыртқамызды салып, вилканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнымызға осыны құйып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шықты. Енді осыны бірнеше бөліктерге бөліп, тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Мінекей қамырымыз қатты, енді осыны противеннің үстіне үкіштен өткізіп шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Енді осы тестамызды қолымызбен үгітіп шығамыз. Үстінен жаңғақ салсаңыздар болады, өз қалауларыңыз сгущенка құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей достар, муравейнигіміз дайын. Осылай кесеге салып, төңкеріп, осылай ұсынсаңыздар да болады, өте әдемі көрінеді. Немесе достар, осылай әсемдеп дастарханға қойсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.